92 жасар Валентина Гаранинаның жүрегіне бірнеше жыл бұрын ота жасалды. Содан бері оның денсаулығы әлсіреп, қозғалысы қиындаған. Қарияға үй тірлігімен айналысуға күтуші келіп көмектесетін. Алайда биыл әлеуметтік қызметкер көмек беруді тоқтатқан соң оның үйіне тірі жан бас сұқпады. Пыль везде вытирает. Әлеуметтік көмекші шаңды сүртіп, еденді тазалайтын. Биыл мына жерді мүлдем тазаламадым. Өткенде сүртейін дегенде орындықтан құлап, қолымды сындырып алдым. Содан кейін мінуге қорқамын. Валентина Гаранинаның жалғыз немересі бар. Ол денсаулығы әлсіреген анасына қарайласады. Демалыс күндері әжесінің үйіне еліп, оған азық түлік әкеп береді. Қарияның көшеге шығуға мүмкіндігі жоқ. Сондықтан болар өзін жалғыз сезінеді. Уже куда только не звонила. Қоңырау шалған жерім қалмады, маған күте тұрыңыз деген жауап келеді. Биыл бірде-бір әлеуметтік қызметкер келген жоқ. Қанша күтуім керектігін білмеймін. Жүрегімде құрылғымен еден жуа алмаймын. Таза үйде тұрғым келеді. Қостанай қаласы бойынша осы салада 72 маман еңбек етіп жүр. Олардың еңбек ақысы 2021 жылдан бері көтеріліп келеді. Жалақының жоғары болуы жұмыс өтілі мен біліктілік деңгейіне байланысты. Бүгінде олардың айлық нәпақасы 140 мыңнан 170 мың аралығын құрайды. В том году она была... 72 маман 568 адамға әлеуметтік қызмет көрсетеді. Мамандардың кеңейтілген қызмет үшін қосымша ақы төлейміз. Бір маман 9 қария немесе 7 балаға көмек көрсетеді. Қостанай қаласы бойынша 20 адам әлеуметтік қызметкердің көмегін күтіп жүр. Олардың арасында Валентина Гаранина да бар. Ол әлеуметтік көмек алу тізімінде екінші боп тұр. Орталықтағы қызметкерлерге оның жағдайы толықтай таныс. Алайда олар қарияға қолғабыс бере алмайды. Себебі әлеуметтік көмек беру тізімі баяу жылжуда. Сергей Лукашин, Қарагөз Мақатова, Алау.